Сәлем аналар, апайлар, қыздар, сіңлілер, менің арнама қош келдіңіздер. Егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Шығарылымда мен сіздерге жеңі мен кеуде тұсының бөлетіні туралы сіздерге көрсетпекпін. Мінекей, әдетте реглан әдісімен тоқыған уақытта қыздар, біздер регланды өсетін жері ғой мынау. Жіп қосып ілетін жерімізді, сол жерге келгенде көбіне менен сұрап жатады кейде қыздар, қалай істейміз, мына жіпті қайда жіберемін, мына кеуде тұсына жіберем бе, әлде жең тұсына жіберем бе деп. Мен кейде қараймын, егер де жеңіміз қараймын былай қарайды, мысалы немесе жеңі қысқа тарлау болса жеңіне жібереді, немесе екіге бөледі. Мен әдетте көбіне екіге бөлемін. Мінекей, мен өзім маркерімді алып тастаймын. Мінекей, болды. Енді менің қолымда алдын ала дайындап қойған инем арасына жіп өткізілген. Мінекей, енді мен мына жеңге деп арналған жіптерді мына инеге өткізіп аламын. Мінекей, ортасында мына екіге бөлінген жіптің біреуін алдым, маркерді алып тастаймын. Осылай етіп қазір барлығын осы инеге түсеміз. Сонымен мына жеңнің шалмаларын түгелімен іліп алдым. Енді регланның өсу ретіндегі пайдалы болған жерге мінекей мына екі жіпті біреуін жеңге жібердік, біреуін кеуде тұсына жібердік. Мінекей. Енді мына жіпті мұқият қыздар, мысалы мен бұны деген немен сыммен де бөліп қойыма болады, бірақ та тоқу барысында қазір мен кеуде тұсын тоқыған кезде маған өте көп кедергі жасайды. Сол себепті мен бұны былай етіп байлап қоямын. Тұсы төменгі жақта бой кетеді. Енді мына жерге біздер әдетте 6 немесе 10 жіптің аралығында бұл жерде шалу ілінеді. Мен қазір қызыма мен деген 4 жіп ілсем жарайды деп ойлап тұрмын. Мінекей, өте мұқият қараңыздар, мен жерге 4 бос шалу аламын. Мінекей, біреу, сіздер үшін әдейі жайымен көрсетіп жатырмын. Біреу, екеу, қатты жай бос шалмаңыздар, кішкене қаттырақ тартыңыздар. Мінекей, үшеу, төртеу менде жеткілікті деп ойлаймын. Сонымен мына жағымыз екінші бойымызға келдік. Ары қарай тоқимыз. Мына бізге маркер керек емес. Оң шалумен қыздар ала береміз. Келесі 4 жіпке қайтып келдік. Мынаны алу өте қатты тартып, кішкене тартып аламыз. Өте қатты тартылып шалынғаннан кейін де сол себепті алдыңғы жағынан ілеміз. Кішкене тартамыз алдынан. Мінекей, 4-ші жіп. Ары қарай оң шалумен қыздар мына бөліктің бәрін тоқып келдік. Мына жеңнің астынан екінші жеңнің шамасына келдік. Мінекей, фокус кетіп қалып жатыр. Енді жаңағыдай алған жіптерді тағы да шалып алынған жіптер өте қазір өткізбейді. Сол себептен иненің көмегімен кеңітіп аламын. Бірінші жібім. Мінекей. Кішкене қиындау. 4-ші шал. Енді ары қарай тоқи береміз.
Осылай тоқи береміз, қыздар. Мінекей, мына қолтықтың астыңғы жағы мынадай болып шықты. Сонымен қыздар, мен мына бір бойды айналдырып тоқып шықтым. Енді бағанағы қиналып өткізген 4 шалым бар ғой, соны еш қиындықсыз тоқып жүре береміз. Мінекей. Мінекей, осылай. Мінекей, жемпіріміздің новайы шықты. Жеңі бөлінді, мінекей. Осылай. Ары қарай кеуде тұсын тоқи береміз.